Сәлем достар, парақшаны жоғалтып алмау үшін тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Тағы да қызықты видеолар салатын боламын. Ханзада Бақа. Бұрынғы өткен заманда бір патша болыпты. Оның сұлу да сымбатты жалғыз бір қызы бар еді. Патша жалғыз қызының барлық айтқанын сөзсіз орындайтын еді. Бір күні қыз әкесіне келіп, мына ойыншықтардан жалықтым дейді. Әкесі қызына, сен менің жалғыз қызымсың, саған бірдеңе берейін кел дейді. Патша қазына сақтайтын жерден алтын допты алып қызына береді. Мынаны алып ойна, жоғалтып алма, оны маған әкем жас кезімде берген дейді. Қызы қуанып алып кетеді. Бауға шығып алтын доппен ойнайды. Бір кез алдынан ұсқынсыз Бақа шығып қалады. Ханшайым шошып кетеді. Кет бұл жерден, ұсқынсыз Бақа дейді. Бақа, сені күзетіп тұр едім. Сенің әдемілігіңе тәнті болдым. Сенімен бірге ойнауға рұқсат етші дейді. Ханшайым, мен дүниедегі ең әдемі қызбын. Осындай қыз сендей ұсқынсыз Бақамен дос бола ма? Деп көкірегін кереді. Мен қатты секіре аламын, жүзе аламын. Сенің добыңды алып келіп беремін дейді Бақа. Сенімен ойнағаннан өзім ойнағаным жақсы деп кетіп қалады. Ханшайым ертеңіне тағы доппен ойнауға бауға шығады. Ол үлкен ағаш астында, құдық жанында ойнап отырды. Бір кез ойнап отырып, добы жерге түсіп секіріп, құдық ішіне түсіп кетеді. Ханшайым құдықтың тереңдігін көріп, добыны ала алмай жылайды. Кенеттен сол Бақа келіп, неге жылап отырсың деп сұрайды. Ханшайым қараса, алдында Бақа тұр еді. Бұл сенсің бе, ұсқынсыз Бақа? Алтын добым құдық ішіне түсіп кетті дейді. Бақа, добыңды құдық ішінен алып берсе, маған не бересің дейді. Ханшайым, не қаласаң бәрін беремін дейді. Көйлек, алтын жүзік, гауһар тас, тіпті тәжімді де беремін. Бақа, көйлек, әшекей бұйымдарыңны мен не істеймін? Керек емес. Егер сен менімен дос болсаң, бірге тамақтанып, төсегіңде бірге жатып ұйықтасаң, бірге ойнасақ, мен саған добыңды алып беремін дейді. Ханшайым Бақаның ұзын тілектерін естіп ашуланады. Бірақ добын алу үшін сабыр етті. Мейлі, тілектеріңді орындауға уәде беремін дейді. Бақа лезде судан алтын добын алып береді. Ханшайым добын алып сарайға қашып кетеді. Бақа артынан айқайлайды. Тоқта, мен өзіңмен алып кет, мен қатты жүгіре алмаймын. Бірақ ханшайым естімейді. Ертеңіне ханшайым патша екеуі таңғы ас ішіп отырғанда, біреу есік қағады. Ханшайым есікті аш деп айқайлайды. Ханшайым сөйлеген кім екен деп есікті ашады. Қараса, Бақа тұр еді. Ханшайым Бақаны көріп есікті қайта жауып тастайды. Орнына отырып ашуланады. Патша, не болды? Кім келіпті деп сұрайды. Ханшайым Бақа келгенін, ол алтын добын суға түсіп кеткенде алып бергенін, өзінің оған берген уәделерін барлығын айтады. Патша тыңдап болып, қызым, уәде бергеннен соң орындау керек, барып есікті аш, оны ішке кіргіз дейді. Ханшайым амалсыз есікті ашады. Бақа секіріп ішке кіреді. Үстел үстіне шығып тойып тамақтана бастайды. Бақа қарны тойып ханшайымға, мен шаршадым, мені бөлмеңе апар, ұйықтап алайын дейді. Ханшайым қатты жындана бастайды. Бірақ әкесінің сөздері есіне түсіп, Бақаны көтеріп бөлмесіне апаруға мәжбүр болады. Бөлмесіне апарып бір бұрышқа қойып, осы жерде отыр, әйтпесе орманға қуып жіберемін дейді. Бақа, мені жұмсақ көрпе үстінде жатқым келіп тұр, мені өзіңнің көрпеңе апар дейді. Ханшайым ашуланып Бақаны алып лақтырып жібереді. Бақа қабырғаға қатты соғылып өліп жатады. Ханшайым қорқып кетеді. Барып қолымен түртіп, орнынан тұр Бақа деп айқайлайды. Бірақ Бақа қимылдамай жатады. Ханшайым, ол өліп қалды, мен не істеп қойдым деп жылайды. Оны қолына алып жылап Бақаны сүйеді. Бақа бірден көзін ашып әдемі ханзадаға айналады. Ханшайым таңданып, сен кімсің, Бақа қайда дейді. Ханзада қалай Бақаға айналып қалғанын айтады. Мен адам кезімде өте дөрекі, тасмейір едім. Бір күні аң аулап жүргенде алдымнан орман перизаты пайда болды. Ей тасмейір адам, бұл жануарлар сенің ойыншығың емес, ол тірі жанзаттар, Құдайдың жаратылысы, ол саған не жамандық жасады дейді перизат.
сен менің кім екенімді білесің бе? Мен осы патшалықтың ханзадасымын. Маған қарсы шығуға қалай дәтің барды? Бұл орман маған тиесілі, бұл жануарлар да, дейді ханзада. Табиғат Құдайға тиесілі, бұларды ол жаратты, дейді перизат.